Ауылда тұрып айына 250 мың теңге ақша табу үшін бар болғаны күніне 20 литр сүт сатсаңыз жеткілікті. Оңай сияқты естіледі, иә? Алайда ешкіні не болмаса сиырды күтіп баптап сүт алу бір жұмыс, ал сол сүтті сатып ақшаға айналдыру тағы бір жұмыс. Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Нұрғиса Қыдырбайұлы, және біз бүгін сүт сату жайлы айтатын боламыз. Менің соңғы 2 жылым сүт сатуда болатын қиындықтарға толы болды, және бұл бейнероликті өз тәжірибеме жүгіне отырып жасаймын деп шешім қабылдадым. Міне, ешкі сүті табиғи таза үйде жасалған. Сүттің құрамындағы дәрумендер козе молоко теміртау құйылған күні. Мынандай этикеткасымен, мында баклажка деп. Бутылкасы ашылмаған. Ең әуелі сүт сатуға қандай құжат керек екені маңызды. Алайда бұл туралы біз басқа видеода айтқан болатынбыз. Егер сүт сатуға қандай құжат керек екенін білмесеңіз, міндетті түрде қараңыз. Сілтемесін төменде және комментарийде қалдырамын. Ақтау елді мекені дүркіреп тұрған тұсында сәл күнде қала болады деп болжанған еді. Тәуелсіздіктің 30 жылында халық саны Ақтауда 3 есе азайды. Бұл күнде Ақтау ауылы босап қирап қалған көп қабатты үйлер үйіндісіне айналды. Рухани жаңғыру аясында күн көсемі ұлы Лениннің ескерткішіне қарап, жастары өсіп келе жатқан Ақтау ауылы жайлы келесі шығарылымда ахуалын қалай ауыл айдарында көресіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Егер де сүт көлемі ауқымды болса, әрине сүт өңдеу цехтарына өткізген оңай. Алайда олар бағаны жерге ұрады, тым арзан. Бұл вариантты сызып тастайық. Екінші сызып тастайтын вариант бұл базарда отырып сүт сату. Бұл әрине уақытпен тексерілген тиімді тәсіл, алайда кем тұстары да жетерлік. Біз сүтті заводқа тапсырмаймыз, базарда отырып сатпаймыз, яғни үйден сүт сатуымыз керек. Өз тәжірибемде қолданатын 4 түрлі құрал бар. Олар OLX, Instagram, магазин және таныстар арқылы. Енді осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтсек. Егер сүт сатуға бекінген болсаңыз, ең әуелі сүт сапасына мән бергеніңіз дұрыс. Себебі егер сүтті бір рет алған адам тұрақты тұтынушыға айналса ғана, сауда жақсы болары сөзсіз. OLX немесе Instagram арқылы сату бұл күнде өте тиімді. Еш қаражат жұмсамастан мыңдаған адамға өз өніміңізді ұсына аласыз. Егер өз Instagram парақшаңызда сүт пайдасы жайлы мәліметтер келтірсеңіз, мүмкіншілігіңіз артады. Дүкенге қойып сату дүкенші иесімен келісуіңізге қарай болмақ. Алайда бұл сату 90% дүкен тұрған аумаққа байланысты болады. Таныстар арқылы сату бұл ең керемет сату түрі. Егер сіз өз таныстарыңызға сүт сатып, оларға ұнап жатса, алғысын аласыз, сыйлы боласыз. Ең бастысы, олар да өз таныстарына сіздің сапалы сүт өнімдеріңізді алуды ұсынады. Менен бір өтініш, егер сіздің танысыңыз сүт, құрт, немесе айран, йогурт сатып жатса, менмендікті, өзімшілдікті ысырып қойып, танысыңыздан сатып алыңыз. Себебі ол өнім 100% Қазақстанда жасалған ғой. Ұлттық өнеркәсібімізге қолдау болсын. Клиент табу бұл өте маңызды. Бір ғана мысал. Біз ешкі сүтін 700 теңге литріне сатамыз. Егер сәбиіне сүт алатын бір клиент бөпесіне күн сайын 1 литр сүт алып тұрса, 700 теңгеден 30 күнде бір айда 21 мың теңге бір клиенттен. Пайда бары әрине түсінікті. Сіздермен болған ғылым және ауыл арнасы. Келесі видеоларды тамашалаңыз. Сүт сату жайлы әзірге осы. Аман сау болыңыз.